Ақтаудағы зерделі ақыл-ой дамыту орталығының оқушылары аз ғана уақыт ішінде биік белестерді бағындырды. Мұнда математика, логика, қазақ және орыс тілдерін жаратылыстану пәндері тереңдетіліп оқытылады. Әсіресе математика мен логиканы дамытатын зерделі жаңа гибридтік жүйені қолданады. Орталықтың үлкен жетістіктерінің бірі Америка құрама штаттарында 51 мемлекет оқушыларының қатысуымен өткен Коперникус олимпиад деп аталатын әлемдік додада оқушылары топ жарып жүр. Оқу жоспары мектепке даярлау тобы мен 11-ші сыныпқа дейінгі зейінді балаларға арналған. 150-ге жуық оқушысы бар орталық негізінен 4 бағыт бойынша білім беруге маманданған. 4 бағытта жұмыс жасайды. Біріншісі олимпиада бағыты, балаларды толыққанды олимпиадаға қатыстырамыз. Халықаралық олимпиадалар бар, оның ішінде Фема, Фибоначчи, Коперникус, алтын сақа, бастау. Балаларды, яғни мақсатымыз олимпиадалық деңгейде жеңімпаз атауын қамтамасыз ету. Екінші бағыт интеллектуалды мектептерге түсіру. Негізгі мақсат техникалық бағытта және де қазіргі таңдағы барлық бағыттағы мықты үздік математиктарды, мықты кәсіби тұлғаларды қалыптастырып шығару. Ең соңғы, яғни бөлім, ол НТ бөлімі, ОБОТ бөлімі. Қазіргі таңда бізде 2 жоба бар. Біріншісі ОБОТ академиясы, балаларды, яғни 100-ден аса балаларды грантқа түсіру. Зерделі ақыл-ой дамыту орталығының оқытушылар құрамы аптасына 1 рет білім алушылардың деңгейіне бақылау жасау үшін сынақ сабақтар жүргізеді. Ал айына 1 рет кешенді тестілеу емтихандарын қабылдайды. Олимпиадалық бағытқа 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші сыныптың оқушылары енеді. Олар аудандық, қалалық, облыстық, республикалық кезеңдер бойынша бақ сынайды. Зерделінің зейінді оқушысы Диас Кеңес аз ғана уақыт ішінде жетістікке жетіпті. Ол өзінің зеректігінің арқасында алтын сақа, бастау сияқты командалық ойындарға қатысып, жүлделі орындарды иеленген. Мен Алматыға осылай республикаға барып келдім. Сосын аудандық, қалалық жарыстарға көп барып жүрмін. Мен бастау республикалықта наурыз айында бардым. Сосын мен алтын сақаға аудандықтан 1-ші орын және қалалыққа барып келдім. Орталыққа облысымыздың шалғай елді мекенінен арнайы келіп жүрген жеткіншектер де бар. Маңғыстау ауданының орталығы Шетпе кенті мен Тұщықұдық ауылынан аптасына 2 рет қатынап оқитын оқушылардың ата-аналарын кездестірдік. Баланың білім алып жан-жақты жетілуіне біз үшін жол қашықтығы кедергі емес дейді олар. Қазан айында зерделі ақыл-ой дамыту орталығының ашылуы болды. Сол кезде біз баламызды ауылдан әкеліп дайындыққа 3 күн дайындаттық. Содан кейін бастап біз зерделіге қатынап беріп бастадық. Баламызда жетістік өте көп. Осы орталыққа келгеннен бері нәтижеде бар. Аудандық, облыстық, республикалық математикалық олимпиадалардың жүлдегері атанды. Сонымен қатар жаз айында осы 4-ші сыныптар, 5-ші сыныптар арасында академиялық топ болып Ақтөбе қаласына жарысқа барып келді. Қызым Ағзер осы алдымен алтын сақа олимпиадасының онлайн дайындалып алтын сақа олимпиадасына қатысып, сол арқылы республикалық, облыстық деңгейде әртүрлі сайыстарға қатысып келеді. Өткен жылы осы аудандық бастау олимпиадасының іріктеуінен өтіп, облыстыққа жолдама алғаннан соң біздер офлайн форматта дайындалуды ұйғарып, осы Ақтау қаласындағы зерделі орталығына хабарластық. Содан бері 1 жылдың көлемінде балаларымыз осы орталыққа келіп білім алуда. Орталықтағы оқушылардың зейінді болуы ұстаздардың біліктілігі мен тәжірибесіне тікелей байланысты. Зерделі орталығының бұдан бөлек 13 оқушысы еліміздегі рейтингі жоғары интеллектуалдық мектептеріне жақсы көрсеткіштері арқылы қабылданып отыр.